Баршаңызға ассаляму алейкум. Ауызашардың 11-ші күніне арналған менюмыз дайын. Бұл менюда сіздерге тауық еті мен картопты қызартып, қуырып, ыстық тағам ретінде ұсынып отырмын. Одан кейін барлығымызға белгілі ең хит салат оливьенің рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен табамызға сұйық майымызды құйып, орташа көлемде туралған тауықтарымызды салып, кішкене қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштеріңіз болатын болса, оларды да қосып жіберсеңіздер болады. Оттың астын орташа, тіпті орташадан төмендеу етіп қойғандарыңыз жақсы. Кішкене қуырғаннан кейін қақпағын жауып, тауықты өз сөлінде бұқтыратын боламыз. Етіміз бұқтырылып жатқан уақытта 3-4 тісше сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Жалпылама сарымсақ қосу міндетті емес. Пиязымызды да ұзыншалап, жұқалап турап алатын боламыз. Бұқтырылып жатқан тауығымыздың үстінен ұсақтап туралған сарымсағымызды саламыз. Аздап араластырамыз да қайта қақпағын жауып, сөлі тартылғанша орташа отта ұстайтын боламыз. Осы аралықта картоптарымызды тазалап, тым қалың немесе тым жұқа етпей, орташа көлемде турап аламыз. Сөлі толықтай тартылып, кішкене қызарып, қуырылып бастаған тауықтарымыздың үстінен пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, пияз қызарғанша орташа отта қуыратын боламыз. Салатымызды дайындауға кірісеміз. Оливье үшін мен қайнатылған етті пайдаландым. Сіздер орнына колбаса қоссаңыздар да болады. Барлық салатқа қосылатын өнімдерімізді 4 бұрыштап, ұсақтап турап алатын боламыз. Үстінен жасыл бұршағымызды, майонезімізді қосамыз және дәміне қарай аздап тұз салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға саламыз. Осы аралықта біздің пиязымызда қызарып, әдемі болып қуырылып шықты. Енді үстінен жаңа турап дайындап қойған картопымызды саламыз. Аздап тұз салып, араластырып, картоп қызарғанша жоғарғы отта қуыратын боламыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Сол кезде картоптарыңыздың барлық жағы қызарып, әдемі болып қуырылатын болады. Мінекей біздің тағамымыз толықтай дайын болды. Енді тәрелкемізге әдемі етіп салып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үстін аскөкпен, көкпиязбен немесе жусаймен әсемдесеңіздер болады. Қыздар, біздің дастарханымыз толықтай жайылды. Баршаларыңыздың ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Дәл осы тағамды тауықты жақсы көретін жандар үшін міндетті түрде жасап беріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын.